Болған оқиға желісімен. Ертеректе ынтымағымен көңілдері 60 жыл бойы жарасқан атамыз бен әжеміз өмір сүріпті. Бір-бірлерінен құпия сырларын жасырмай, тату-тәтті өмір кешсе де, әжеміз атамызға бір қобдишасының ішіндегісін көрсетпеймін деп, атамыз қарамаймын деп келісіп жүре берген екен. Күндердің бір күнде әжеміз қатты науқасқа шалдығып, төсек тартып қалады. Шалы үй жинап жүріп әлгі құпия қобдиды тауып алады да, кемпіріне әкеліп беріп, ұзақ жылдар бойы көрсетпей жүрген қобдиының сырын ашуын өтінеді. Дәм-тұзының таусылуына санаулы күндер қалған кемпірі қорапты ашып, ішінен екі шілтері орамалмен сансыз көп ақша шығарады. Аң-таң болған атамызға қарап, әжеміз сол кезде: екеуміз енді отбасын қорғалы жатқан кезде, анам маған: болашақ жарыңа қай уақытта да ашуланушы болма. Егер ашулана қалсаң, сыр білдірмей, сабыр сақтап, ашудың орнына шілтері орамал тоқы. Сол кезде ғана сабаңа түсіп, ашуын қайтар деген еді. Мен де сол айтқанын бұлжытпай, орындап шықтым, деп әңгімесін аяқтайды. Бірге өткізген 60 жыл ішінде кемпірінің өзіне небәрі тек 2 рет ашуланғанын көріп, атамыз көзіне жас алып тұрып: ал мынау қыруар ақша қайдан келді? Деп сұрайды. Бұл сатып жіберген орамалдарымның ақысы, депті. Кемпірі о дүниеге аттанып бара жатып. Жазба Facebook парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толыбекұлы.